Газпром Нафтогаз файдасына Стокгольм арбитраж карарына қараша апелляция отырышы Стокгольмде екенленді. Дінлев отырышы 10 күн девам етті. Бұқта Украина Нафтогаз милли акционер компанияның ижра мудирі Юрий Витренко өз Facebook сәфесінде хабар еті. Русиялы газ инхисаржы уч қарарға да итеразны білдірді. Келечек эки дінлев отырышы тахминен эки автодан бір айға қадар девам етілмесі мүмкін. Нафтогаз Хадимының лафына көре Украина газ фиятларына денештерлегенлерінде 2 миллиард ве ал ве толе формуладан құртылғанлар үшін 80 миллиард доллар пара беріктілді. Стокгольм арбитражы февраль 28-інде Газпромға қаршы газ транзиті аққында Нафтогазның давасыны қанайытлендірді. Болеже арбитражның эки қарарынен Газпром милли акционер компаниясына Нафтогазға 2 миллиард 860 миллион доллар ве да 240 миллион доллар жүреме төлемеге боржылы.